Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі тақырыбымыз қаржылық сауаттылық. Бұл тек сандармен жұмыс істеу емес, бұл өмірдің барлық саласында табысты болуға мүмкіндік беретін маңызды дағды. Қаржылық сауаттылық ақшаңызды тиімді басқару, жоспарлау және оны дұрыс пайдалану қабілеті. Ол сіздің жеке дамуыңызға, отбасыңыздың әл-ауқатына және болашақтағы кез келген кәсіпкерлік бастамаларыңызға тікелей әсер етеді. Біз ақша туралы жиі айтқанымызбен, оны қалай басқару керектігін толық түсіне бермейміз. Бұл дәріс сізге осы негіздерді меңгеруге көмектеседі. Қаржылық тұрақтылыққа жету үшін белгілі бір қадамдарды орындау қажет. Алдымен қаржылық сауаттылықтың маңызын түсінуден бастаймыз. Содан кейін біз қаржы қызметтері нарығы қалай жұмыс істейтінін және сіз қандай қызметтерді пайдалана алатыныңызды қарастырамыз. Үшінші кезекте ақшаны тиімді басқарудың негізгі қағидаларын, яғни бюджетті жоспарлау мен жинақтауды талқылаймыз. Төртіншіден, қаржылық жоспарлаудың 4 маңызды қадамын көрсетеміз. Бесіншіден, қарыздарды басқару стратегияларына тоқталамыз. Алтыншы кезекте, инвестициялар әлеміне кіріп, ақшаңызды қалай өсіруге болатынын айтамыз. Соңында зейнетақы және сақтандырудың болашаққа арналған маңыздылығын қарастырамыз. Қаржылық сауаттылық сізге өмірдегі 2 негізгі артықшылықты береді: қаржылық тәуелсіздік және жан тыныштығы. Тәуелсіздік дегеніміз өз ақшаңызды басқара алу, қалағаныңызды сатып алу мүмкіндігі және күтпеген қаржылық қиындықтардан өзіңізді қорғау қабілеті. Бұл сізге басқаларға тәуелді болмай, өз өміріңіздің тізгінін ұстауға мүмкіндік береді. Ал жан тыныштығы қаржылық жағдайыңызды толық бақылай отырып, болашаққа сенімділікпен қарау. Қаржылық сауатты адамдар болашаққа жоспар құрып, күтпеген жағдайларға дайын болады. Бұл олардың стрессін азайтып, өмір сапасын арттырады. Қаржылық әлемде әртүрлі институттар бар. Олардың әрқайсысы бізге маңызды қызметтер ұсынады. Банктер бұл ақшаңызды сақтауға, несие алуға және төлемді жасауға көмектесетін негізгі мекемелер. Несие мекемелері жеке тұлғалар мен компанияларға несие беруге бағытталған. Сақтандыру компаниялары сізді және мүлкіңізді әртүрлі тәуекелдерден қорғайды. Ал инвестициялық компаниялар ақшаңызды өсіруге көмектесіп, инвестициялық кеңестер береді. Осы мекемелердің барлығы қаржылық экожүйені құрайды. Бұл сізге өз мақсаттарыңызға жету үшін қажетті құралдар мен ресурстарды ұсынады. Осы нарықты түсіну қаржылық өмірімізді дұрыс жоспарлау үшін өте маңызды. Ақшаны тиімді басқарудың 2 негізгі құралы бар: бюджет және жинақтау. Бюджет бұл сіздің кірістеріңіз бен шығыстарыңызды жоспарлауға арналған маңызды құрал. Ол сізге шығындарыңызды бақылауға, қаржылық мақсаттарды қоюға және оларға жетуге мүмкіндік береді. Бюджеттеу арқылы сіз қайда ақша жұмсап жатқаныңызды анық көріп, қажетсіз шығындарды қысқарта аласыз. Бюджетті дұрыс жүргізу артық қаражаттың қалыптасуына әкеледі. Ал жинақтау бұл болашақ қажеттіліктерге дайындалудың маңызды жолы. Бұл сіздің қалаған заттарыңызды сатып алуға, біліміңізді жетілдіруге немесе зейнеткерлікке дайындалуға арналған қор. Жеке қаржыңызды тиімді басқару үшін 4 негізгі қадамды есте сақтаңыз. Біріншіден, мақсаттарыңызды анықтаңыз. Қысқа мерзімді, мысалы, жаңа телефон сатып алу, және ұзақ мерзімді, мысалы, үй алу, білімге инвестиция салу, мақсаттарды айқындау қаржылық жоспарыңыздың негізін қалайды. Екіншіден, шығыстарыңызды бақылаңыз. Әр ай сайын қайда ақша жұмсап жатқаныңызды қадағалап, қажетсіз шығындарды азайтыңыз. Үшіншіден, жинақтау жоспарын жасаңыз. Мақсаттарыңызға жету үшін жүйелі түрде ақша жинауды әдетке айналдырыңыз. Төртіншіден, инвестициялық стратегияны таңдаңыз. Ақшаңызды уақыт өте келе өсіру үшін сіздің тәуекелге деген көзқарасыңызға сай келетін инвестициялық құралдарды таңдаңыз. Қарыз бұл қаржылық өміріміздің бір бөлігі болуы мүмкін, бірақ оны дұрыс басқару өте маңызды. Қарыздар тұтынушылық несие, ипотека немесе студенттік несие сияқты әртүрлі түрлерге бөлінеді. Қарызды тиімді басқару үшін ең алдымен өтеу жоспарын жасау керек. Мәселен, ең жоғары пайыздық мөлшерлемесі бар қарыздан бастап өтеу, немесе ең аз сомадан бастап өтеу стратегияларын қолдануға болады. Бақылаусыз қалған қарыз қаржылық қиындықтарға әкеліп, пайыздық мөлшерлемелердің өсуіне байланысты сізден көп ақша талап етуі мүмкін.
Сондықтан қарызға батпас бұрын немесе батқан болсаңыз, оны басқару стратегияларын меңгеріңіз. Инвестиция бұл ақшаңызды ұзақ мерзімді перспективада өсірудің тиімді жолы. Әрбір инвестициялық құралдың өзінің тәуекел деңгейі мен ықтимал кірісі болады. Мысалы, облигациялар әдетте тәуекелі төмен және кірісі де аз болып келеді. Алтын тұрақтылықты қамтамасыз ететін, бірақ өсімі баяу болуы мүмкін актив. Жылжымайтын мүлік орташа тәуекел мен орташа кіріске ие. Акциялар мен криптовалюта сияқты құралдардың тәуекелі жоғары болғанымен, әлеуетті кірісі де айтарлықтай жоғары болуы мүмкін. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің тәуекелге деген толеранттылығыңызды бағалап, әр құралдың ерекшеліктерін мұқият зерттеу қажет. Зейнетақы жүйесі бұл болашаққа, яғни еңбек жолыңызды аяқтағаннан кейінгі кезеңге қаржылық дайындықтың негізі. Ол әдетте 3 тіректен тұрады. Біріншісі мемлекеттік зейнетақы. Ол сіздің еңбек өтіліңізге және әлеуметтік жарналарыңызға байланысты төленеді. Екіншісі жұмыс берушінің зейнетақы жоспары. Кейбір компаниялар өз қызметкерлеріне арналған қосымша зейнетақы қорларына аударымдар жасайды. Үшіншісі жеке зейнетақы. Бұл сіздің өз еркіңізбен жеке жинақтарыңызды зейнетақы қорына салғаныңызды білдіреді. Осы 3 тіректің әрқайсысы сіздің зейнеткерлік шағыңыздағы қаржылық қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ететін маңызды рөл атқарады. Сақтандыру бұл күтпеген жағдайлардан туындауы мүмкін қаржылық шығындардан өзіңізді және активтеріңізді қорғаудың тиімді құралы. Оны қаржылық қалқан ретінде қарастыруға болады. Мысалы, медициналық сақтандыру аурухана шығындарын, емдеу мен дәрі-дәрмек ақысын өтейді. Автокөлік сақтандыруы жол апаты болған жағдайда көлігіңіздің жөндеу шығындарын немесе басқа да залалдарды өтейді. Үй сақтандыруы үйіңізді өрт, су тасқыны немесе басқа да қауіптерден қорғайды. Сақтандыру өнімдері әртүрлі тәуекелдерден сақтап, қаржылық тұрақтылығыңызды сақтауға мүмкіндік береді. Құрметті студенттер, бүгінгі дәрісіміздің қорытындысы ретінде айтарым, қаржылық сауаттылық бұл тек білім ғана емес, бұл өмірлік дағды. Ол сізге өмірдің барлық саласында жауапкершілікті арттыруға және өзіңізге деген сенімділікті нығайтуға көмектеседі. Қаржылық өсу, яғни инвестициялар мен жинақтар арқылы капиталды көбейту, қаржылық басқару, яғни бюджетті және қарыздарды тиімді бақылау, және қаржылық қорғау, яғни сақтандыру мен зейнетақы арқылы болашақты қамтамасыз ету, осылардың бәрі сіздің қаржылық қауіпсіздігіңіздің негізі болып табылады. Осы қағидаларды меңгеру арқылы сіз қаржылық мақсаттарыңызға жетіп, тұрақты және бақытты өмір сүре аласыз.